Ұмай ана. Есте жоқ ерте заманда алып Алтай тауын қоныстанған бір қауым жұрт болыпты. Олар орманды жамылып, аң аулап күнелтеді екен. Бір жылы қыста кенеттен құрық бойы қар жауып, ауыр апатқа ұшырапты. Тек аю терісін жамылып, аң аулап кеткен Аю Батыр ғана терең тас үңгірге тығылып аман қалыпты. Қар тоқтаған соң, тас үңгірден шыққан Аю Батыр тірі қалған жан бар мекен деп, жұтаған қауымның жұртын кезіп келе жатып, көк бөрінің бір үлкені қар астынан өлікті қазып шығарып жатқанын көреді де, араша түсейін деп айғайлап ұмтылады. Ол таяп келгенде, көк бөрі өлікті тастай салып, көк сағым болып көкке ұшып кетеді. Ақ қардың бетінде айдай сұлу бір қыз жатады. Бұл бөстекке оранған бойы қар үстінде қалған Айсұлу атты ару екен. Ол өкпесі бүлкілдеп тірі жатыр. Оның уыздай денесіне бөрінің тісі тимепті. Қуанышы қойнына сыймаған Аю Батыр айдаладан табылған Айсұлуды көтеріп тас үңгірге келеді. Бойына жан кіріп, көзін ашуын күтіп ұзақ отырады. Бірақ ол бейне қатты ұйқыда жатқан адамдай сұлық жата береді. Күте-күте көсегесі көгеріп, шыдамы таусылған Аю Батыр үңгірдің аузына шығып айналаға көз салады. Құрық бойы қар басқан төрт дөңірек тып-типыл. Тым-тырыс, жер бетінде қыбыр еткен жан жоқ. Әбден дағдарған Аю Батыр осыншама қалың қарды жауғызған көкке қарап налиды. Сол сәтте көк төсінде ұшып келе жатқан екі құсты, Ұмай мен Құмайды көреді. Олар бірте-бірте төмендей ұшып, үңгірдің аузында тұрған Аю Батырдың басын сипай өтеді де, екі кесек тас тастап кетеді. Бұл тастың бірі ақ, енді бірі қызыл тас екен. Бұған таңданған Аю Батыр бұл екі тасты қолына алып, бірін-біріне ұрады. Бұл шақпақ тас еді. Ұрылғанда жарқ етіп, ұшқан ұшқын үңгірге тығылған қу шөптер мен шірік қоқырға тиіп, тұтанып жана бастайды. Осы кезде үңгірге құс бейнесінде ұшып кірген Ұмай ақ шашты анаға айналады да, қу шөпшектерді құшақтап әкеліп салып, жеңімен желпіп, отты маздатып жібереді. Жанған отқа бойы жылынған Айсұлуға ақырындап жан кіреді. Ол басын көтеріп, орнынан тұрып, өзін өлімнен құтқарған отқа, от анасы Ұмайға иіліп сәлем етеді. Сыйынып, алғыс айтады. Бұған сүйсінген Ұмай ана екі алақанын отқа қақтап Айсұлудың бетіне басады. Онан соң Айсұлудың қолын әкеліп Аю Батырға ұстатып, «Енді екеуің бас құрап, түтін түтететін үй болыңдар. Өрен жарандарың көп болсын, оттарың өшпесін», деп бата беріп көзден ғайып болады. Орман тауды ойсыратқан қар түс тағысы аң құстарды да ауыр апатқа ұшыратқан еді. Аң аулай алмаған Аю Батыр мен Айсұлу әбден ашығып, өлім халіне жетеді. Олардың қолынан келері отты үзбей жаға беру болады. Сөйтіп отырғанда үңгірдің астынан дабырлаған дыбыс естіледі. Байқап көрсе, үңгірдің астында қоянның іні бар екен. Үңгірде бүрсіп жатқан қояндар отқа бойы жылынып, орындарынан тұрып дабырлап жүріпті. Сонымен бұлар жер астынан 7 қоян тауып алып, қатты қуанады және олардың етін талшық етіп, қыстан аман шығады. Қазақ қауымының жерден 7 қоян тапқандай қуанды дейтін сөзі осыдан шығыпты. Бірте-бірте қақаған қыс өтіп, қалың қар еріп, орман арасы ашылады. Аю Батыр орман аралап, тау-тасты кезіп аң құс аулайды. Аю да болса байым, үңгір де болса үйім деп, тас үңгірде қалған Айсұлу отын алып, су құйып, жидек теріп аулап, әкелінген аң құс кеттерімен тамақ істейді. Бұлардың өмірі осылай өтіп жатады. Күндердің бір күнінде Айсұлу өзінің жүкті болып қалғанын байқайды. Ол соны Аю Батырдан жасырып жүреді. Бірақ аулап әкелінген аң құстың еттерін, жеміс жидектерді жегісі келмейді. Жесе құсады. Оны дерт шалды деп қайғырған Аю Батыр аң аулаудан қалады. Ақырында Айсұлу өзінің жүкті болғанын, айдындағы аққудың жұмыртқасына жерік екенін айтады. Оның жерікасын тауып әкелу үшін Аю Батыр жолға шығады. Бірақ асқар таулардан асып, тар жол тайғақ кешулерден басып, айдындағы аққудың жұмыртқасын тауып әкелу оңай оспақ іс емес еді. Күннен күн өтіп, айдан ай өтеді. Аю Батыр кешіге береді.
Енді ай күні толып Айсұлу толғатады. Жапа жалғыз, тас үңгірде толғатқан жас ару жылап еңіреп жер мен көктің бәріне сыйынады. Өзін өлімнен құтқарған, үй еткен Ұмай анаға жалынып жалбарынады. Сол сәтте Ұмай ана келіп маңдайынан сипайды. Ол дереу толғақтан айығып егіз бала, бір ұл, бір қыз туады. Ұмай ана бұл балалардың кіндіктерін кесіп, жөргекке орап, Айсұлудың бауырына салады да, бауы берік болсын деп айтып кетіп қалады. Аман есен босанып, қол аяғын бауырына алған Айсұлу егіз баласын емізіп отырады. Сол сәтте сырттан «Бармысың, армысың?» деп Аю батыр кіреді. Біреу еді Ұмайым, екеу болды Құмайым деп Айсұлу құшағындағы екі баланы оған ұсынады. Осыдан соң олар ұзақ, тату-тәтті өмір сүреді. Айсұлу егіз-егізден құрсақ көтеріп, көп балалы болады. Олардың ұрпақтары рулы елге айналады.